Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қытырлақ өте дәмді вафли жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Вафлиді жасау үшін небәрі 200 грамм маргарин, 200 грамм қант, 200 грамм ұн және 4 жұмыртқа қажет. Алдымен жұмыртқаны миксерлеп аламыз. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен де араластырсаңыз болады. Үстіне аз-аздан қант қосып араластырамыз. Қант еру міндетті емес, бір жақсылап араластырып алсаңыз жетеді. Енді бөлме температурасындағы жұмсақ маргаринді қосып жақсылап араластырып аламыз. Ұнды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Өте қою емес, сұйықтау масса шығады. Вафельницаны қыздырып алған соң 2 ас қасықтан салып пісіреміз. Егер вафли қалың болып шықса, үстінен орамалмен кішкене бассаңыз, жайылып, жұқа болып шығады. Вафли піскен соң бірден формаға ораймыз. Абай болыңыз, өте ыстық. Суыған соң формадан шығара берсеңіз болады. Ортасына өз қалауыңызша вареная сгущенка немесе крем салсаңыз болады. Барлығын пісіріп болған соң пищевая пленкамен жауып қойсаңыз, жұмсармай қытырлақ болып тұрады. Егер сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Назерке, келесі кездескенше.